Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі сабағы 1-ші сынып 97-ші сабақ. 97-ші сабақ. Заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Бірінші өлеңді оқиық балалар. 10 саусақ. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Тілектес болғанда айналар қорғанға. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Не жетсін бірігіп, тілектес болғанға. Серікбай Оспанұлы дейді. Енді балалар, өте әдемі өлең екен. Енді өлең не туралы айтылған? Өлең не туралы айтылған балалар? Біздің қолымыздағы саусақтар жайлы және оның бізге пайдасы туралы айтылған. Дұрыс па балалар? Өлеңнен сан есімдерді тап. Қарайық өлеңге. Сан есім дегеніміз заттың ол санын білдіретін сөздер. Яғни бұл өлеңде 10 саусақ деген тақырыбының өзінде 10 деген сан есім бар. Және 5 саусақ оң қолда деп тұр. 5 деген сан бұл жерде сан есім болады. 5. Мына жерде бұл өлеңде 4 рет 5 деген сан есім бар. Келесі екінші жаттығуға назар аударамыз. Екінші жаттығу сөздерді берілген үлгі бойынша жаз дейді. Енді үлгіге қараймыз. Бұл жерде сан есімнің сұрақтары қойылыпты. Неше және нешінші? Енді неше? 2 дос. Неше дос? 2 дос. Нешінші? 5-ші. Нешінші қатар? 5-ші қатар. Осы сияқты жазамыз. Кәне нешеге жазамыз. 2 дос бізде жазылып тұр. Одан кейін 4 оқушы. Бұлған қай сұрақ қойылады балалар? Неше? Неше оқушы? 4 оқушы. Келесі 5-ші қатар. Нешінші қатар? 5-ші қатар. Келесі 6 дәптер. Неше дәптер? 6 дәптер. Келесі 1-ші сынып. Нешінші сынып? 1-ші сынып. 9 өшіргіш. Неше өшіргіш? 9 өшіргіш. 10-шы қабат. Нешінші қабат? 10-шы қабат. 3-ші апта. Нешінші апта? 3-ші апта. Осылай дәптерімізге көркем етіп жазамыз. Үшінші жаттығу. Жақшаның ішіндегі сандарды жақшадан шығарып сөзбен жаз дейді. Бірінші мәтінді оқиық. Айдардың қояны көжектеді. Ол досына 3 көжек берді. Көршісі Алтынай 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде 3 көжек қалды. Барлығы неше көжек? Енді заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қой дейді балалар. Ол досына, Айдар досына неше көжек берді? 3 көжек берді. Көршісі Алтынай неше көжек сұрап алды? 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде неше көжек қалды? 3 көжек қалды. Енді сұрағына жауап берейік балалар. Барлығы неше көжек болды? Ол досына 3 берді. Алтынайға 1 берді. Және өзінде 3 қалды. Сонда неше болды балалар? 7 көжек болды. Енді әдемілеп мына жердегі сандарды жақшаны ашып сөзбен жазамыз. Міне балалар, астына мен өзім жазып қойдым. Сендер де дәл осылай етіп дәптерге әдемі етіп жазыңдар. Сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.